Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Әдебиет әлеміне қош келдіңіздер. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілей отырып, сабағымызды бастаймыз. Қазақ әдебиеті 5-ші сынып, бөлім отбасы құндылықтары, сабақтың тақырыбы нағыз әже қайда әңгімесі. Сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын ашу. Әдеби шығармадағы екі нәрсені салыстыра суреттеулер мен қарама-қарсы суреттеулерді табу. Бағалау критерийлері шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекет арқылы образын анықтайды, шығармадағы екі нәрсені салыстырады, қарама-қарсы суреттеулерді табады. Сабағымызды бастамас бұрын бағалау парағымен танысып қойыңыздар. Бағалау критерийлері шығармадағы кейіпкерлер портреті мен іс-әрекеті арқылы образын анықтайды, шығармадағы екі нәрсені салыстырады, қарама-қарсы суреттеулерді табады. Бірінші тапсырма бойынша дескрипторлар әңгіме желісін түсінеді 1 ұпай, үзінділер ретін анықтайды 1 ұпай. Екінші тапсырма бойынша нағыз әже бейнесін табады 1 ұпай, үзіндіні тауып оқиды 1 ұпай. Үшінші тапсырма бойынша кейіпкерлерге салыстырмалы түрде сипаттама береді 1 ұпай, көңіл күйлерінің өзгеру себептерін жазады 1 ұпай. Төртінші тапсырма бойынша стратегияны орынды қолданады 1 ұпай, 5 жолды өлең жазады. Барлығы 8 ұпай. Айналайын балдырғандар балалар, айналайын білімге қанат қағыңдар, сәттілік тілеп бүгінгі күн сабақта, жұлдыздайын айналайын жаныңдар. Бірінші тапсырма. Адасқан үзінді әдісі арқылы берілген үзінділердің ретін анықтаңыздар. Бірінші тапсырманың дұрыс жауабымен салыстырайық. Бірінші үзінді. Бұл жолы шақырылған жерге желп етіп жетіп бара салмай, кәдімгідей мән беріп дайындалдық. Тіпті өз отбасымызға қуанышты қарсы алатындай-ақ қарадай қарбалас жасап әбігерге түсіп кеттік. Әсіресе қыздарымыз алабөтен қуанышты. Әжеге барамыз, әжені көреміз деп өздерінше мәз-мейрам. Екінші үзінді. Әлгі бір уақыттан бері іштей жақын тартып, өзімше пір тұтып отырған шешей осыны айту-ақ мұң екен, бір түрлі жатырқап сала бердім. Әлденеден бойым тітіркенгендей ішіме салқындық үйірілді. Үшінші үзінді. Әже, онда бізге ертегі айтып берші, деді сөздің ретін бағып отырған Ая сабырлы қалпын сақтаған күйі. Осы кезде жолдастың жұбайының саңқылдаған өктем үні тағы естілді. Әй, мына Азаттың қыздары мүлдем басынайын деді ғой. Біздің бабушка сендерге немене, ойыншық пе еді сонша? Төртінші үзінді. Біреуден ұрыс естіген адамдай болып, тымырайып үнсіз отырған Ая екеуміз. Бір-екі рет өзара жасқана қарағанымыз болмаса, бір-бірімізбен жаратып сөйлескеніміз де жоқ. Екеумізді мазалаған ойдың ортақтығын содан-ақ сездім. Жанымды қинаған жайсыз сезімді ашып айта алмай, қуыстанатын секілдімін. Сәбидің алдында өтірікші болдым-ау деген өкініште бір сәт өзегімді жалап өтті. Екінші тапсырма. Оқулықпен жұмыс. Кейіпкерлердің ойындағы нағыз әженің бейнесі берілген үзіндіні тауып оқимыз. Ықтимал жауабымен салыстырыңыздар балалар. Сіздер де дұрыс жауабын таптыңыздар деп ойлаймын.
Өзі мейірімді де ақылды адам. Ешкімге ешқашан ұрыспайды. Ұрса қалса, орнымен, теріс қылығыңа өзің ұялатындай етіп ұрсады. Үні де, қолы да, көзқарасы да жұмсақ, жұрттың бәрімен «Қарағым, айналайын» деп жылы сөйлесетін иман жүзді қария. Өзі ылғи шаруас деп күйбеңдейді де жүреді. Тіпті ештеңе істемеген күннің өзінде ұршық иіріп отырады. «Ұршық деген немене?» дейді ая сөзімді бөліп. Менің әңгімемде сәбилер түсіне бермейтін жайлар көп. Мен сонда да сөзімді әрі қарай жалғастыра түсіп, әжейдің үстіне қамзол, басына кимешек, шылауыш киетінін айттым. Үшінші тапсырма балалар. Шығармадағы әже мен Райхан мен Аяның ойындағы әжелердің бейнесін салыстыра сипаттайық. Ықтимал жауабымен салыстырамыз балалар. Балалар қиялындағы әже, сырт келбеті, киім кию мәнері, иман жүзді, үстіне қамзол, басына кимешек, шылауыш киеді. Іс-әрекеті үнемі шаруас деп күйбеңдеп жүреді, ұршық иіреді, ертегі айтады. Қонақта көрген әже, иығында көгілдір жемпір, басында жаздық гүлді орамал. Іс-әрекеті балаларына барып, демалып, қыдырып жүреді. Кейіпкерлердің Ая мен Райханның қонаққа барғанға дейіндегі көңіл күйлері. Қыздар алабөтен қуанышты. Әжеге барамыз, әжені көреміз деп өздерінше мәз-мейрам. Кейіпкерлердің қонақтан қайтқан кездегі көңіл күйлерінің өзгеру себептері. Нағыз әжені көреміз деп барған қыздардың көңіл күйлері жоқ еді. Келесі тапсырма балалар. 5 жолды өлең стратегиясын қолданып, әже сөзімен 5 жолды өлең құрастырыңыздар. Бірінші жол тақырыптың атауы зат есім. Екінші жол тақырыпты сипаттайтын 2 сөз сын есім. Үшінші жол тақырып туралы қимылды білдіретін 3 сөз етістік. Төртінші жол тақырыпқа қатысты 4 сөзден тұратын сөз орамы. Бесінші жол тақырыптың мәнін ашатын синоним сөз. Тамаша балалар, өздеріңізге берілген бағалау парағын алып, бүгінгі орындаған тапсырмаларыңыз бойынша ұпайларыңызды қойып, өздеріңізді әділ бағалаңыздар. Бүгінгі сабақтан алған 3 негізгі ақпарат, 2 маңызды факті, 1 қорытынды сөйлеммен сабағымызды аяқтаймыз. Үйге тапсырма балалар. Әже әулет ұйытқысы тақырыбында әженің отбасындағы алатын орны туралы әңгіме жазу. Сөз саны 70-80 сөз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар балалар.